Күздің бел ортасы болғанымен мерейтойды тойлау күн жылы болды. Кезінде бөлімшелері болған Комсомол кеңшарынан қалғаны тек орталық Шиқылдағы ауылы. Мінекей бұдан 50 жыл бұрын осы Шиқылдағы ауылында Комсомол совхозы құрылған. Бұл жаңағы тың игеру кезінде құрылған совхоз. Енді бұл совхоз кезінде осы ауданның құрамында болды. Көптеген азаматтары елдің өздерінің елеулі еңбектерімен аттары шықты. Отар қой, 1000-ға тарта жылқы, 4000-ға тарта қарамал болған. Қазір ауылда көші-қон мәселесі тұрақтанды. Биыл сырттан 2 отбасы көшіп келіпті. Ауылдықтардың қолында 300-ге таман жылқы, 5000 шамалы қой ешкі, 1500-де ірі қарамал, оған қоса 5 түйелері бар. Қысқа деп 4000 тонна шөп шабылыпты. Ал мерекелік шара мектеп алдында жасалынған сахнада өтті. Нұрлан Күлжан қала әкімінің құттықтауын жеткізді. Құрметті Комсомол ауылдық округінің тұрғындары, сіздерді ауылдарыңыздың құрылғанына 50 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын. Алғаш құрылған кезден-ақ екібастұз ауыл шаруашылығының дамуында өзіндік орын алған Комсомол ауылының бүгінгі аяғы алыста қарқынды. 4 түлік бағып, егін өсірген ауылдықтар әлі де өз еңбектерімен елді мекеннің ырысын еселеуде. Тәуелсіздік алғалы ауылда бірнеше шаруа қожалығы құрылып, қазіргі күнде олар табысты жұмыс істеп келеді. Халықтың әлеуметтік өмірде оң өзгерістер еніп, ауылдың ажары артты. Бұдан әрі қаймағы бұзылмаған Комсомол ауылы әлеуетін арттырып, өңірдің бетке ауылдарының бірі болады деп сенемін. Осынау мерейтойда сіздерге зор денсаулық, ұзақты баянды ғұмыр еңбектеріңізге табыс тілеймін. Ауылдарыңыз ажарланып, мерейлеріңіз үстем болсын. Екібастұз қаласының әкімі Александр Вербняк. Екібастұз басшысының құрметті грамотасы ауылдық елдер кеңесінің төрайымы Раиса Нуроваға берілсе, мал дәрігері Қанапия Дүйсенбаев пен Қалиев шаруа қожалығының басшысы Төлеухан Қалиев алғыс хатпен марапатталды. Мәслихаттың атынан Самат Рамазанов комсомолдықтарды құттықтап, мектеп мұғалімі Екатерина Нұрмағамбетованы, механизатор Қашаубай Баякашевті, әкімдіктің от жағушысы Құлбек Толымханды құрмет грамотамен марапаттады. 1961 жылы құрылған Комсомол кеңшарын ыдырап кеткенше 10 директор басқарыпты. Соның бірі Сенбай Әубәкіров. Ол кісі ауылдың дамуына еңбек сіңген азаматтарды атап өтіп, директорларды да жүктеп өтті. Ал енді шаруашылық дағдырын қашанда болсын шешетін адамдар ғой. Ол адамдарды басқаратын кісі де керек. Сондықтан сол ел басқарған адамдардың атын мен бүгін айтайын деп отырмын. Осы 50 жылдың ішінде осы совхозды басқарған 10 директор болды. Сол директорлардың енді көбі о дүниелік болып кетті. Біразы тіршілікте жүр, оның біреуі мен. Сонда да мен сол барлығын қазір айтып өтейін деп тұрмын. Ол мынадай. Бірінші директоры Кәкенов Ашкен деген кісі. Екінші Жолдасбаев Панабек, Пушко Тимофей Григорьевич, Балтабеков Құсан, Файзулин Ақан, Абдрахманов Қабылтай, Әубәкіров Сенбай, енді мен, Ысқақов Серік, Каримов Амангелді, Қаликов Тұяқ. Комсомол орта мектебінде бүгінгі күні 90 бала білім алуда. Кезінде әрине ауыл балалары бір бөлмеде оқып білім алған. Соған қарамастан Комсомолдан 4 бірдей ғылым кандидаттары шығыпты. Оқымбаев Жансары техника ғылымның кандидаты. Содан кейін Сманов Марс заң ғылымның кандидаты. Кайметенов Несіпбек гидрогеология ғылымның кандидаты. Не көрдіңіз бе, кішкентай мектептен сондай адамдар шықты 400-мен. Салтанатты шара мерекелік концертпен ақындар Алмагүл Жүгінісова мен Бағдат Әлкебаевтың айтысымен жалғасты. Ал бұл кезде балуандар қазақ күресінің білек күші мықтылары гіргі төруден қол күресінен жарысып жатты. Ұлттық спортымыз қазақ күресінде Эрементаулық Айдын Жұмабеков қарсылас шыдатпай соңында түйе балуан атанды. Гіргі төруді Шиқылдағы өкілі Жұманов, Екібастұздық Ермек Дәулетов, Болатбековтар өз салмақтарында жеңімпаз атанды. Қол күресінде Владимир Скрипковский 75 келі салмақ дәрежесінде бірінші орын алса, Денис Данилов 90 келіде жеңімпаз болды. Тойдың соңы ат жарыспен аяқталды. 8 ат 16 километрлік аламан бәйгеге аттанды. Дегенмен белгіленген 6 айналымда олардың 3-і ғана аяқтады. Сөйтіп бірінші орын Қарағанды облысы Закаров ауданы Родниковская ауылынан келген Леонид Спиридоновтың Ролла атты тұлпары келді. Оның артына Зеленая Рощалық Қабдулла Абдрахмановтың Алтай атты жүрек жетті. Ал Шиқылдақтық Төлеухан Қалиевтің Көкшаланы 3-шіге қанағаттанды. Айта кетуіміз керек, ауылдың өзі Қарағандыға баратын тас жол бойында тұр. Бүгінгі күні онда күрделі жөндеу жүріп жатыр. Және жөндеу жүріп жатқан павлодар жолдар кәсіпорнында біраз ауылдықтарда еңбек етуде. Мереке қайырлы болсын, құрметті комсомол тұрғындары.